ата бабалардың салған дәстүрлі жолын, дәстүр түсінігін білу үшін міндетті түрде бізде сені зерттеуіміз керек та, өткен шақта. Өйткені өткен шақтағы мағлұматтарға қол жеткізе алмайсың, пока сен өткен шақтағы нәрсені зерттемейінше. Осы кезде таңдалынады бір ғалымның өмірбаянын зерттеу өткен шақта. Бұл негізі ғалымның өзінің өмірбаянын зерттеу мақсат емес. Әрбір ғалым өзінің заманындағы болып жатқан үлкен құбылыстарға бейжай қарай алмайтын жан ғалым. Енді демек біз қазір өткен шақтағы қазақтың тарихын білу үшін сол өткен шақтағы ғалымдарды қайтайық. Бүгін ғалымдардың көрнекті өкілі Шәкәрім Құдайбердіұлы жайында айтып келіп отыр. Мынау Шәкәрім Құдайбердіұлының кітабы бар, мұсылмандық кітабы деген. Орталық ғылыми кітапханада түп нұсқасы тұр. Мен мына негізі копиясын алғам. Орталық ғылыми кітапханада мына тұр. Мына жерде жазылып тұр. Бұл кітап иман, айбадат, басқа да әртүрлі шариғат істеріне қазақ тіліменен ұқтырған орта жүзде арғын тобықты нәсілінен марқұм Құнанбай Хажының немересі Шәкәрім Құдайберді марқұм ұлы жазған кітап деп жазылып тұр. Енді бұл мұсылмандық кітабы деп тұр. Бұның ішіндегі тақырыптарды көрсеңіздер, мысалы қандай су таза болатұғын дейді. Дәрет алған қандай су жарамайды. Түп нұсқасы. Жасы толған балалардың құда болған туралы, құда болу, яғни үйлендіру, жасы толған, кәмелетке толған балаларды үйлендіру жайында. Қатынға нафақа туралы дейді. Нафақа қатынның нафақасы туралы дейді. Мұны. Баптар. Оның емене екінші нұсқасы бар, 1911 жылы жазылған. Бұл мынандай кейіпте, бұл Орынбор қаласына шыққан Гратия Каримовның баспасында. Мысалы, мынау дембі қағу туралы таяммум. Тахарат алмақ. Мәсх тартпақ. Бұл мұсылмандық кітабының түп нұсқасы. Осының ішінде, еңбектің ішінде Шәкәрім Құдайбердіұлы толық мұсылманның ақидасы жайында, мұсылманның фиқы жайында, мұсылманның қалай сауда саттық жасайды, бәрін жазып кеткен. Және ол білесіздер ме, қай уақытқа сәйкес келген, бұл Ресей империясының құлап, кеңес өкіметі басталайын деп жатқан шақта, қазақтардың дінін құрту мақсатында жүргізіп жатқан саясатқа қарсы төтеп беру мақсатында қазақтың діні ислам екенін білдірту үшін жазылған еңбек деп айтса болады негізі. Демек, Шәкәрім сол уақытта осы еңбекті жазу арқылы қазақтарға өздерінің дінін ұмытпау мақсатында бұл еңбекті жазып шыққан. Кіріспесіне сөйтіп айтады. Негізі басқа елдерде шариғат жайында кітаптар болатұғын, бізде жоқ. Шағатай тілмен жазылған, татар тілмен жазылған, қазақтар көп ұға алмайды деп, мен осы біздің дініміз жайында қазақ тілімен жазып шығуға бел будым деп отыр. Егер сен қазақты уайымдаған адам болатын болсаң, шын жүректен сенің уайымың қазақ болатын болса, міне Шәкәрім айтып тұр. Шәкәрім біздің қазақтың ұстанатын жолы ислам, мұсылмандық екен, мына кітаппен айтып тұр. Мұсылмандық кітап, мұсылмандық кітабы деп айтып тұр. Бұған мен саған артық не керек енді? Егер сен ата-бабаңның жолына қайтқың келетін болса,